Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тойымды таңғы ас шакшука рецептімен бөлісемін. Барлық ингредиенттерді видеоның астына толық жазып кетемін. Барлық көкөністерді майдалап тураймыз. Ең алдымен жуамызды осылай кішкентай көбіктерге турап аламыз. Сарымсағымызды үккіштен өткіземіз. Тәтті бұрышты да осылай видеодағыдай майдалап дүрпішті етіп турап шығамыз. Қызанақты екіге бөліп үккіштің көмегімен өткіземіз. Бізге орысша айтқанда қызанақтың мякоті керек болады. Қабығын қоспауға кеңес беремін. Енді табамызға кішкене май құйып, жақсылап қыздырамыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне жуа мен сарымсағымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Жуамыздың үстіне тәтті бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Барлығы жақсылап қуырып болғаннан кейін, үстіне үккіштен өткізілген қызанағымызды салып, жақсылап қайтадан араластырамыз. Осы орайда дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Енді қуырылған көкөністеріміздің үстіне 4 жұмыртқаны жарамыз. Жұмыртқамыздың үстіне мен орегано дәмдеуішін қосамын. Сізде қалауыңызша ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Өте дәмді, тойымды таңғы асымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Жолдасыңызға, үй ішіңізге ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл.